Естіп тұрады. Аха, жігіттер, онда қайырлы күн. Рамадан айы мұбарак болсын. Так, Бірге болсын. менің экран көрініп тұр ғой, Да. онда бастайық. Короче, жігіттер, бүгінгі вебинардың тақырыбы CTU. Гонконг мен Кентау қаласындағы өзіміздің лицейдің 2023 жылғы түлегімін, соңғы поток. Қазіргі таңда осы Гонконгта орналасқан CTU университетінде 3-ші курста компьютер сайенс мамандығында оқып жатырмын. Менде қазір топ scholarship, full tuition плюс стипендия бар. Бірақ дәл қазір exchange'да Турцияда жүрмін, Стамбулда. Енді ең біріншіден өзімнің бүгін, бізде топиктар примерно осы CTU университетіне admissions процесс, application процесс қалай болды, қалай менде жүрді, сол туралы. Одан кейін академик, campus life, жалпы Гонконгтағы өмір қандай, одан кейін scholarship және де осы болашақ мамандықтарыңа, жалпы Гонконгта қандай возможностьтар, мүмкіндіктер бар, сол туралы сөйлесеміз. Және де ең соңында Q&A session болады. Сол үшін егер де сұрақтарың болса, кез келген уақытта тоқтатып, мені сұрақтарыңды қойсаңдар болады, кез келген тақырыпта. Давайте ең бірінші мен өзім қалай тапсырдым, сол туралы айтып өтейін. Мен негізі ең бірінші университеттерге тапсыру туралы 10 сыныптың соңында ойлап бастадым, көктемнің кезінде. Сол кезде алғаш жаңағыдай IELTS сияқты, SAT сияқты экзамендерге дайындық курстарына жазылдым. Сонымен жазда дайындалып, 3-4 ай көлемінде 11 сыныптың басында IELTS экзамен жаздым, одан 7 балл алдым. Сосын 11 сыныптың басында менде негізі план бірінші Назарбаев университетіне түсу болатын. Себебі енді long term план, Еуропадан бір университет тауып сол жаққа оқуға түсу. Пока маған жаңағыдай академик капир алу керек болды да. Сол үшін мен Назарбаев университетіндегі фаундейшнға тапсырдым. НУЭТ экзамен арқылы қыстың кезінде. Сосын көктемде уже оффер келді. Енді шамалы жаңағыдай демалып, в общем, арқаны кеңге салған кезде, бізде лицейде Айдос деген ағай бар. Ол кісі биология пәнінің мұғалімі және біздің кезде колледж канцлер болатын. Сол кісі мені шақырды, екеуміз бірге сөйлестік, анау. Именно сол жылы, қазір бар ма жоқ па білмеймін, біздің жылы, именно мен 11 сыныпта оқып жүрген кезде CTU университеті Қазақстандағы осы білім инновация қорына лицейлерге 5 грант бөлген тұғын. Оның 2-еуі топ scholarship, 3-еуі full tuition болған. Сонымен Айдос айтты, давай Диас, осы возможность пайдаланып қал, тапсырып көр деген сияқты андай ұсыныс айтты. Сонымен тапсырдық, аз уақыттың ішінде барлық документтерді жинадым. Жаңағы motivational letter, recommendation letter, IELTS, жаңағы expected unity score деген документ бар. Жаңағыдай IELTS-тан ұбт-дан осындай балл алам деген сияқты документ толтырдық. Сосын барлығын жинап жібердік. Жалпы Қазақстан бойынша бір 9 кандидат болған, соның арасынан 5-еуін таңдап алды. Сосын басында негізі маған full tuition берді, университет. 5 оқушы ғой. Соның ішінде full tuition'ды маған берді. Сосын мен біраз уақыт ойланып жүрдім, CTU-ға барам ба, бармайым ба деген сияқты. Себебі талай адамдардан естідім, жалпы full tuition болған күннің өзінде, жалпы Гонконгта өмір сүру, транспорт, тамақ өте қымбат болады. Сол үшін жаңағыдай қиналып қалуы мүмкін деген сияқты жауаптарды естідім адамдардан. Солай ойланып жүрген кезде, бір арада 2-3 апта өткеннен кейін универден қайтадан хат келді, имейл келді. Ол жерде айтты, маған топ scholarship ұсынды. Ол үшін енді conditional offer менде full tuitionға 119, ал scholarshipқа 126 жинау керек болды. Сонымен ұбт-ның біріншісін жаздым, одан 131 балл алдым. Сосын солай, CTU-ға тапсыру процесі аяқталды ғой менде. Сонымен жаздың кезінде визаға тапсырдық. Примерно августтың кезінде визадан жауап келді. И дальше Гонконгқа ұшып кеттік. Содан енді примерно қанша уақыт өтті? 3 жылдай өтті ғой енді. 2,5 жыл өтті. Негізі енді
негізі мен бірінші курстың соңында осы лицейге соққан болатын, осындай топикта, осындай тақырыпта презентация қорғағам. Бірақ ол кезде жаңағыдай сәл ыңғайсыз уақытта барып қалдым. Тек лицейде тек 11 сыныптар жүрді, енді оларға кеш қой көпшілігіне. Сонда да кішігірім вебинар өтіп, жігіттерді шақырғам, осындай келіңдер, 11 сыныптар болса бір жыл gap year алып келсеңдер болады деген сияқты оларға біраз нәрсе түсіндірген болатын. Қазір сол Гонконгта бірінші болып пока біздің лицейден мен келдім. Алдыңғы жылы Шадияр деген ағаларың келді, сосын Рахат деген аға келді. Рахат аға Гонконгтағы ХБУ Баптист университетіне магистратураға түсті. Ол кісі менен 2 жас үлкен ғой, Шадияр 2 жас кішкентай. Сол пока біздің лицейден тек 3 жігітпіз. Солай жалпы. Осы жерде сұрақтарың бар ма? Окей, онда. Жалғастыра берейік. Сұрақтар вебинар соңында қалса. Вообще. Окей. Енді сұрақ, неге Гонконг деген сұрақ келеді адамдардың ойына. Себебі тек қана университет емес, бірінші мемлекетте де таңдау өте маңызды. Жалпы өзім түсінгенім сол нәрсе. Себебі так университетті как визитная карточка сияқты қарауға болады. Көп адамдардан сондай менталитет бар. Университетте мен жүрген кезде, студенттерден сұраған кезде сондай нәрселер түсіндім да. Көп адамдарға жаңағыдай университеттің рейтингі, сабағы, мейджоры қатты маңызды емес. Сол белгілі бір мемлекетке жетіп алуды көздейтін адамдар да бар. Оның өзі дұрыс менталитет өз алдына. Енді сұрақ неге Гонконг деген? Жалпы өз басым жаңа айтқандай мен 11 сыныпта вообще ойламадым, Гонконгқа түсем, анау барам деген сияқты. Вообще Гонконгтың бар екенін білгенмен, жалпы қандай екендігін вообще ойланбадым. Сонымен Гонконгқа енді тәуекел етіп бардық. Бірақ шүкір, енді әлі өкінбеймін. Дұрыс шешім болды деп ойлаймын өз басым. Енді Гонконгтың өзге қалалардан артықшылықтары қандай? Біріншіден, Гонконг осы Азиядағы, как Нью-Йорк сияқты финанстық центр болып саналады. Қытайдың, осы Азияның, егер Гонконгқа оқуға түссеңдер, Қытайға да үлкен мындай мүмкіндіктер, возможностьтар ашылады деген сияқты. Дәл қазір картадан қарасаңдар, Гонконгтың жанында 2 үлкен Қытайдың қаласы бар. Біреуі Шэньчжэнь, біреуі Гуанчжоу. Шэньчжэньге тек метромен 50 минутта жетуге болады. Ар жағында бір 20-30 минутта енді жаңа паспорт контрольда тұрсаңдар, ар жағында 1 сағат, 1,5 сағаттың көлемінде Шэньчжэньға жетуге болады. Оның ар жағында Гуанчжоуға Шэньчжэньнен 1 сағаттық жылдам жүретін пойыздармен де жетіп алуға болады. Оның қандай артықшылықтары бар? Себебі Шэньчжэнь, Гуанчжоу ол көптеген жаңағыдай бизнес, сауда жолдарының маңызды қалалар болып саналады. Бізде Қазақстаннан көптеген бизнесмен ағалар, бизнесмендер осы Гуанчжоу, Шэньчжэньға келіп жатады. Арасында мен бір-екі ағалар болған, бизнесмен ағалар, которые Гуанчжоудағы заводтарға қыдырып келіп, одан ары қарай жаңағыдай Гонконгқа қыдыру мақсатында келген ағалар болған, соларға қаланы көрсеткенбіз. Солай, егер де болашақта жаңағыдай тек қана мейджор емес, мамандық емес, мен жалпы бизнеспен айналысқым келеді, Қазақстанмен саудамен айналысқым келеді десеңдер, осы Гонконг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу деген қалалар өте ыңғайлы. Жыл сайын ояқта жаңағыдай технологиялық, финанстық, әртүрлі көрмелер, бір жиналыстар болып тұрады. Бізде Гонконгтағы көптеген студенттер тек қана сол идея іздеп, просто сол выставкаларды көру үшін, нетворкинг іздеп, коннекшн іздеп, сол қалаларға барып жатады апта соңдары. Сондай возможностьтар бар. Одан бөлек жалпы Гонконг туралы енді қарап көрсеңдер, ізденіп көрсеңдер, Гонконг финанстық центр, яғни финанс, компьютер сайенс мамандықтарына өте ыңғайлы, возможностьтар өте көп. Гонконгтың екінші бір плюсы ол ағылшын тілі. Енді историясын қарасаңыздар, Гонконг негізі бұрында Великобританияның, Англияның қол астында болған ұзақ жылдар бойы. Сонымен 97 жылы Англия оны Қытайға қайтып қайтарады. Содан кейін Гонконгтағы өзі 7-8 миллион Қытай болса, олардың көпшілігі ағылшын тілінде өте жақсы сөйлейді. Кез келген жерде жаңағыдай көшеде жүрсеңіздер, магазинде, ресторанда, барлық жерде барлығы ағылшынша сөйлей алады. Біздегі жалпы орыс тілі сияқты ғой. Ол жақтағы екінші тіл. Ол жағы өте қолайлы. Енді ол нәрсе мен қазір Турцияға келіп түсініп жатырмын. Мысалы мен Турцияда семестрде жүрмін, эксченджде. Сыртта чуть-чуть қиын иногда жаңағыдай ресторанда, магазинде жүрген кезде біз лицейде түркше қатты үйренбеген. Сол ағылшынша біраз қиналып қаласың, түркше білмесең. Одан бөлек жаңа Гонконгтың университеттерінде ешқандай талап жоқ. Осындай кантонез, мандарин, яғни Қытай тілдерін үйрену деген сияқты бір реквайрменттер жоқ.
ал Қытайда енді Шэньчжэньде, Гуанчжоуда болуы мүмкін, жаңағыдай 1 жыл сен қытайша үйренесің, foundation. Бірақ бір қарап тұрсаң, оның да өзінің плюсы бар. Қытайша үйренудің қазір енді Қытай барлық нарықты жаулап жатыр ғой. Қытай тілін білетіндер үлкен плюс та. Бірақ Гонконгта ондай ешқандай requirement жоқ. Мысалы менде университетте тек Chinese Civilization деген курс алуым керек 4 жылдың көлемінде. Енді ол андай более тілге емес, Гонконгтың жаңағыдай политикасы, тарихы соған байланысты курс. Ол тек 1 семестрлік курс, аса қатты қиын емес. Сондай плюсы бар. Екіншіден жаңағы safe and efficient living дейді. Гонконгта public transport өте қатты дамыған. Метро жаңағыдай барлық түстердің барлық линиялары бар, кез келген точкасына метро арқылы жетуге болады. Он тоже самое осы Турцияға келген соң байқап жатырмын. Негізі Турцияда сәл салыстырып қарасаң проблемалы, короче. Қаланың екінші шетінен бір шетіне жету деген ол где-то 1,5-2 сағат алып жатады. Ал Гонконгта более жылдам. Барлық жерде жаңағыдай public transport өте қатты дамыған. Қаланың ішінде жаңағыдай машина айдайтын рас, кептеліс аз. Неге себебі public transportты барлық қолданады. Одан бөлек жаңағы diverse food options дейді. Яғни Гонконгта overall Гонконгты қарасаңдар, ол как Chinese и Western culture'дың mixed option сияқты ғой, екеуінің қосылған жері. Ол жерде сен неше түрлі ұлттарды көруге болады, неше түрлі тамақтар, неше түрлі адамдар, қыдыратын жерлер де өте көп. Жаңағыдай ар жағында Макао бар, Тайвань бар, бер жағында Қытай бар, Шэньчжэнь, Гуанчжоу. Жалпы өте көптеген возможностьтар өте көп. Одан кейін study and career возможностьтары. Бізде Гонконгта примерно 7-8 әлемдік деңгейдегі университеттер бар. Ол университеттің почти барлығында қазақ комьюнитилер бар, қазақ студенттері бар. Сосын әлемдік компаниялар бар, жаңағыдай көбінесе финанстық, мысалға Big Four дейді, үлкен компаниялар, KPMG, басқа да компаниялардың барлығының филиалдары, негізгі филиалдары, басты офистары бар. Өте жақсы. Бұл точка туралы ары қарай ар жағында көбірек сөйлесетін боламыз. Енді Гонконгта жалпы айтқандай өзі 7-8 топ университет бар. Оның біріншісі бәріміз білетін ХКУ, это Хонконг университеті, University of Hong Kong. Вот QS рейтингте әлем бойынша қазір 11-ші орында. Бізде де осы жақта қазақтар бар. Одан кейін CUHK, HQST, PolyU, CTU, HKBU. Одан бөлек EDUHK, Нинан, ХКМУ деген университеттер бар. Енді мен сұрақ бұлардың барлығын не үшін келтірдім? Негізгі вебинар CTU туралы ғой. Бірақ жалпы айтқым келгені Гонконгта басқа да возможность өте көп. Мына жердегі университеттердің листтарын көріп тұрсыздар да. Мен өз басым 11-ші сыныпта жүрген кездегі бір жіберген қателігім, мен университеттерді көбінесе рейтинг бойынша бағалайтын. Осындай университеттерге ресерч жасаған кезде бірінші рейтингке қараймын, белгілі бір мейджорлар бойынша рейтингтерге қараймын. Сосын жаңағыдай возможность болса, типа international профессорлар қаншалықты көп деген сияқты бір белгілі бір категорияларға қарап баға беретін едім да. Негізі ол нәрсе қатты дұрыс емес. Белгілі бір рейтинг болуы мүмкін. Бірақ ең бірінші мен жаңа айтқандай, кез келген бір университет, ол сол елге деген қалай айтса болады, визитный карточка ғой. Мысалға Гонконгқа жетіп алу үшін, басқа елге жетіп алу үшін деген сияқты ше. Мысалға бізде менде қазір студент виза бар. Гонконгта 4 жыл жүрсем болады. Graduationнан кейін маған примерно 1 жыл, 2 жыл уақыт береді. Жұмыс табуға, graduation жоп табуға, ол өте үлкен возможность. Кейбір мемлекеттерде ондай да жоқ. Сол жағынан өте ыңғайлы. Яғни мен Гонконгта дальше ары қарай қалып, жұмыс жасасам, ақша тапсам деген сияқты мүмкіндіктер маған ашылады. Және де осы жердегі мысалы 7-8 университеттердің барлығын қарап шықсаңыздар, әрқайсысының өзінің белгілі бір плюстары бар, ерекшеліктері бар. Белгілі бір ерекшеліктері бар әрқайсының шындай қызығасың. Типа мысалы PolyU-ға осындай себептермен қызығуы мүмкін, CTU-ға басқа себептермен қызығуы мүмкін. Общий рейтинг әртүрлі болғанмен, мысалы белгілі бір университеттерде белгілі бір мейджорлар өзгелерге қарағанда мықты болуы мүмкін. Ол үшін енді сол университеттің оқушыларымен, студенттермен байланысқа түсуге тырысқан абзал. Ол туралы кейін айтып өтетін боламын. Енді сұрақ, неге CTU университеті неге ерекше басқа университеттерге қарағанда? Біріншіден, енді рейтинг көрдіңіздер, қазір сол 72-78 орындарда, QS рейтингта, The World рейтингта. Ол рейтингтардың енді қалай бағаланатындығын мен нақты білмеймін, бірақ примерно уақытта профессорлардың үлкен research программалардың весі үлкен ойнайды деген сияқты естігем. Бірақ overall, типа барлық университеттерде примерно сабақ беру,
білім беру жүйесі бірдей жұмыс жасайды, экзамендер бірдей жұмыс жасайды, қатты ерекшеліктері жоқ, бір-бірінен артылып тұрған. Тек қана енді жаңағы студенттердің арасындағы студенттердің сапасы бөлек болуы мүмкін, жаңағы компетишн, конкуренция әртүрлі болуы мүмкін. Короче, CTU-дің екінші бір плюсы, жақта бізде көріп отырғандарыңыздай белгілі бір рейтингтер бойынша The Most International University Globally дейді. Бізде университетте шамамен, қателеспесем, 80-нен көп мемлекеттерден студенттер келіп оқиды, яғни әртүрлі ұлттар бар. Бір қызықты факт, жақында ғана естідім, біздің университетте негізі қазақтар, қытайлардан, Гонконгта гонконгстер өзі екіге бөлінеді, қытайлар өздері екіге бөлінеді, біреулері гонконгстер болып бөлінеді, екіншісі Mainland China дейді, яғни Қытайдың қытайлары ғой, короче, олар екі жаққа бөлінеді. Неге? Себебі олардың жаңағы менталитеттері басқа, тілдері басқа, біреу гонконгтықтар кантонесше сөйлейді, мына жақтағылар мандаринше сөйлейді, яғни екеуі екі бөлек группа болып саналады. Сол үшін жаңағы Mainland Chinaның студенттері олар шетелдіктер болып саналады. Сол Mainland Chinaның студенттері CTU-да ең көп, енді гонконгстердің локалдардан кейін интернешнлдардың арасында ең көп Mainland China, потом Индонезия, одан кейін қазақтар, короче. Яғни қазақтардың комьюнити өте үлкен. Біздің өзіміздің жаңағыдай комьюнити бар, official, оның өзінің президенті, министрлері бар, активитилары бар, өте жақсы дамыған. Және де басқа ұлттардың өкілдері жаңағыдай университетте жүрген кезде почти барлығын кездестіресің ғой. Тамақ ішетін жерлерде менің достарым да бар, әртүрлі Африкадан бар, басқа елдерден бар, өте қызық. Екіншіден, Global Partnerships дейді, яғни біздің CTU университеті әлем бойынша көптеген университеттермен партнер болып саналады. Мысалға бізде Double Degree программ, Joint Bachelor's Degree программдар бар. Double Degree программ деген, яғни сен 2 жыл CTU университетінде, сосын 2 жыл басқа университетте оқуыңды жалғастырсаң болады. Осы жерде мен презентацияны потом жіберсем болады. Осылар туралы жалпы қандай реквайрменттер керек, анау сол туралы білсеңдер болады. Енді бізге компьютер сайенсқа жақын негізі Колумбия университеті, USA-дағы. Біздің кезде негізі ондай қазір, короче, осы Double Degree программға сразу тапсырса болады. Яғни Double Degree программға түсем деп, өз университеттің программасы бар, соған тапсырсаңдар болады. Яғни ол кезде уже сразу белгілі болады да, 2 жыл CTU-да оқитын, одан кейін Америкаға баратындығы. Біздің кезде ондай болмады. Біздің кезде сен жалпы CTU-ға түсесің, одан кейін жаңағыдай 2-ші курста жүрген кезде осы Double Degree программға тапсырасың, сосын жаңағыдай Колумбия университетіне 3-ші курста барсаң болады деген сияқты возможностьтар болған. Бірақ мен оған тапсырмадым, белгілі бір себептермен. Қатты детальді білмеймін. Осы жерден оқысаңдар болады, барлық requirements мынау. Колумбия университеті бұл белгілі бір мейджорларға, басқа да университеттер бар, UK-да, Германияда, Францияда барлығын жеке-жеке қарастырып жасаңдар болады. Ондай жағдайда сендер екі жақтан, екі университеттерде диплом аласыңдар. Даже екі түрлі мейджорда да оқуға болады, қателеспесем, бірақ жақын болу керек, екі мейджор. Одан бөлек бізде 587 exchange agreements дейді, яғни бізде әлемде жалпы 587 университетпен арнайы не бар ғой, контракт бар. Яғни 587 университетке сендер бір семестрға немесе 2 семестрға exchange-ға барсаңдар болады. Мен сол үшін жаңағыдай қазір Турцияда Сабанжы деген университетке келдім. Осы бір семестр оқып жатырмын. Бұйырса 4-ші курста қайтадан Гонконгқа ораламын. Research and Funding дейді. Сол университетте арнайы программалар бар. Hong Kong Tigers деген сияқты басқа да көптеген возможностьтар бар. Бізде андай әр семестрдің басында, соңында әртүрлі жаңағыдай фандинг программдар шығып жатады. Егер сендерде GPA жақсы болса, overall активный болсаңдар, академик профайл мықты болса, сол әр семестрдің басында жаңағыдай scholarship-тарға тапсырсаңдар, ұтып алсаңдар болады дегендей ғой. Белгілі бір суммада көлемде. Одан бөлек, егер де бір жалпы стартап жасаймын десеңдер, анау жасаймын десеңдер, возможностьтар көп. Шамамен 100 мың ХКД-дан 1 миллион Хонконг долларға дейін фандинг жасап бере алады. Не только CTU, жалпы Гонконгтағы government. Енді қазіргі admissions requirement, жалпы бұны енді барлығыңыз көпшілігіңіз біледі деп ойлаймын.
Қазір ашып көрейік. Так. Мынау университеттің official leafletі, брошюркасы. Веб-сайттан алдым. Осы жерде қазір қандай данныйлар жазылған. Вот көріп отырғаныңыздай 400-ден көп exchange партнерлары бар, 40 плюс мемлекетте. Осындай возможностьтар бар. Joint bachelor's degree қандай университеттермен жаңағыдай double degree программдар бар. Университетте қазір scholarship'тің 3 түрі бар. Біреуі топ scholarship, яғни 100% оқу ақшасы тегін, плюс 40 мың гонконгский доллар стипендия береді. Ол өте көп сумма негізі. Примерно мен стипендияны қай кезде октябрьдің басында алам, октябрьдің соңында алам. Мен стипендияны екіге бөліп береді. Бір семестрға біреу береді, бір семестрға біреу береді, 20 мыңнан. Ол өте үлкен сумма, жаңағыдай біраз уақытқа жетеді өмір сүруге. Біраз уақытқа жаңағыдай ата-анадан, үйден, Қазақстаннан ақша алдыртпай өзіміз өмір сүреміз. Одан кейін full tuition бар. Ол full tuitionда тек қана оқудың ақшасы тегін. Олай өмір сүруге өздерінің қалталарынан ақша кетеді. Негізі көп адам бізде Қазақстаннан full tuition ұтып алады. Жаңағыдай Нишевский, РФМШ, басқа да мектептің оқушылары, көптеген жігіттер full tuition ұтып алады. Көпшілігі жаңағыдай Гонконгқа келуге ойланып қалады, мен сияқты кезінде 11 сыныптағыдай, жаңағыдай оқу ақшасы қымбат, анау мынау деген секілді. Бірақ менің ойымша олай ойлануға қатты не қылудың керек жоқ. Егер де возможность болса, келуге тырысуға керек. Егер ақшалай финанстық проблемалар болуы мүмкін десеңдер, менің ойымша университетке хат жазып қойсаңдар болады. Оты жақсы экзампл. Мен Гонконгқа CTO-ға келгеннен кейін басқа университеттің оқушылары бар, олармен көп сөйлестім. Дауысым естіліп тұр ғой, Да. Көптеген басқа университеттердің студенттерімен сөйлестім. Көпшілігінде андай моменттер болған, басында университеттен full tuition алады, сосын олар жағы салып тұрып қайтадан жаңағыдай motivational recommendation letter жазады, осындай деп, может директордың атынан или басқа бір андай влиятельный адамның атынан, осындай осы жігіт талантты, қолынан келеді, Гонконгқа осындай пайда тигізе алады деген сияқты андай күшті имейл жазады, солай жазып, белгілі бір requirementтерді түсірге, немесе full tuition'дан топ scholarship'қа көтерген моменттер болған. Сол үшін де егер де сіздерде қазір мысалы 11 сыныптар болса, full tuition алсаңдар, солай қайтадан бір тырысып көрсеңдер болады, яғни барлық возможностьтарды пайдалану керек қой. Full tuition өзімен де келсеңдер болады негізі. Енді примерно бірінші жылы біраз шығындауы мүмкін ата-аналарың, жаңағы транспортқа, тамаққа, басқа нәрсеге ақша шығарып. Бірақ мен өз басым ойымша ол қатты проблема емес. Мен өзіме солай, енді 11 сыныпта оқушы кезде уайымдайсың ғой, ата-анаң қанша ақша шығарады, анау мынау, олар көтере ала ма деген сияқты. Бірінші курс бітіргеннен кейін үйге келдім. Үйде бір той болады да, білмеймін қандай той екенін даже. Үйлену ондай той емес, бесік той ма бірдеңе дейді, И былай қарап тұрсаң, қазір Қазақстанда әр отбасыда примерно жылына 1 рет болсын, 2 рет болсын той болады. Оған ата-аналарымыз қаншама миллиондап ақша құртады. Кредит алатындары бар, анау мынау. Өз басым ол нәрсені қатты қолдамаймын. Ойланып қарасаң, сондай ақшаны оқушылардың болашағына емес, қайдағы бір тойға кетіп қалады да. Сол үшін қатты уайымдаудың, анау мынау не қылудың керек жоқ. Егер ақша керек, анау мынау десеңдер, менің ойымша көпшілігіміздің ата-аналарымыз тауып бере алады. Бір жылға бір тойды алып тастасаңдар. Ол үшін енді ата-анамен ашық сұхбаттасу керек қой, сөйлесіп, оларға уәде беріп. Егер Гонконгта шамамен 1 жыл оқысаңдар, жестко активный болсаңдар, GPA-ларды жақсы жасасаңдар, бір-екі проект істесеңдер, уже жаздан бастап мен гарантия бере аламын, сендер оңай интерншип таба аласыңдар. Ал интерншип тапсаңдар, примерно 1-2 айдың көлемінде мысалға 1,5 миллион теңге табуға болады. Ары қарай жаңағыдай дальше жұмыс істеп кетсеңдер, мысалы оқудың кезінде part-time жұмыс істеуге болады. Гонконгта андай ешқандай не жоқ, лимит жоқ. Кейбір мемлекеттерде жаңағыдай интерншип жасау үшін саған work permit алу керек, жаңағыдай аптасына 20 сағаттан көп жұмыс істеуге болмайды деген сияқты правилалар бар. Бірақ Гонконгта ондай нәрсе жоқ. Гонконгта сен жұмыс тапсаң, онымен айналыса бересің. Солай өздерінің уже 2-ші курстан бастап, мысалға ақшаларыңды өздерің тауып кетсеңдер болады. Мен өз басым 2 рет интерншипте өттім. Шүкір, нормально. Интерншипте возможностьтар жақсы, ақша табылды. Мысалға қанша алдыңғы семестрде part-time жұмыс жасадым бір компанияда, интерншип. И overall жаңағыдай өзімнің квартирамды, тамағымды, басқа да проблемаларды өзім жауып жүрдім ғой. Ал scholarship'та қанша қатты жаратқан жоқпын. Scholarship'қа билет алдым,
сондай возможностьтар бар жігіттер. Сол үшін қатты уайымдамаңдар финанстық тұрғыдан. Full tuition алып қалсам жаңағыдай барам ба бармай ма деген сияқты көп ойланудың керегі жоқ. Менің ойымша тәуекел етіп келу керек. Одан бөлек half tuition бар, тоже вариант. Енді ақша болып жатса half tuitionға келсеңдер болады. Одан бөлек университетте diversity grant деген бар. Просто diversity grant негізі ол университеттегі белгілі бір ұлттарға беріледі, белгілі бір мемлекеттерге. Мысалы қырғыздарға берілуі мүмкін, қазақтарға берілуі мүмкін. Бізден бір поток жоғары ағыларда diversity grant болған, қазақ жігіттерде. Біздің потокта уже болмады, одан кейінгі бізден кейін болмады ау деймін, кажется. Бұл diversity гранттың мақсаты, қателеспесем, сол университеттегі нені реттеп отыру ғой. Ұлттардың анау солардың количествосын, санын реттеп отыру деген сияқты. Одан бөлек жаңа өзі Қытайдың программасы бар ғой, One Belt, One Road деген. Яғни жібек жолының бойында орналасқан мемлекеттерге возможности. В основном сол Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттерге берілетін грант, diversity грант. Бірақ жыл сайын берілмейді. Яғни қарап отыру керек, может келесі жылы бұйырса шығып қалуы мүмкін Қазақстанға. Diversity гранты жаңағыдай жылына 30 мың гонконгский доллар беріледі. Ол да өте жақсы ақша. Одан бөлек outstanding athletes entrance scholarship дейді. Яғни короче, спорттан егерде бір жестко мықты жетістікке жетіп жатсаңдар, лицейде бар шығар, білмеймін, бізден кейін шығып жатыр ғой, инстаграмнан қарап отырамыз. Допустим, футбол, анау басқа да возможностьтар болып жатса, тоже тапсырып көрсеңдер болады. Мен өз басым тек бір қазақ жігітті көрдім, осы программамен оқуға түскен. Кез келген жағдай мейджор таңдасаңдар болады, обязательно спортқа қатысты болмау керек. Болу керек деген правило жоқ. Но зато сендерде жаңағыдай GPA requirement өте төмен болады, және де автоматически жаңағы университеттің сборныйында ойнайсыңдар ғой, белгілі бір спорт түрінен. Жаңа мен танысқан қазақ жігіт, ол футболда командасында ойнайды, бірақ мейджоры қателеспесем бизнес па болды. Короче, оларда жаңағы GPA requirement еще өте төмен болады, енді қатты күтпейді ғой. Көп уақытта жаңағы тренировкаға кетеді деген ғой. Так, entrance requirements әр университетте, әр мемлекетке арналған entrance requirements әртүрлі. Бізде, короче, университетке не керек? Университетке official документтардан бізге аттестат керек. Аттестатты барлығымыз аламыз. Кстати, жалпы университет мектептегі GPA бағаларымыз бар ғой. Overall негізі full tuitionға 4-5-тен көп керек. Ал егерде full ride керек десеңдер 4-8-ден көп болу керек. Яғни оценкаларыңды жақсы алуға, қызылға бітіруге міндетті түрде тырысыңдар, аттестаттарыңды жақсы бітіруге, барлық пәндерден жақсылап жауға 4-8-ден көп керек. Одан кейін ОБТ, біздің университет көбінесе 126 сұрайды. Допустим, может 130 сұрақ қалу мүмкін, енді өздерің максимум ұруға тырысасыңдар ғой. Так, нишевский бізге керек емес. Так, IELTS requirement 6-5, overall, TOEFL 79. Осы варианттардан көп алу керек. Одан кейін жаңа extracurricular activities. Мен өз басым көп адам сұрап жатады, extracurricular activities қандай нәрселер жаздыңыз деп. Мен, короче, физика олимпиадник болғам. Енді респа жоқ, бірақ областной олимпиадалар бар, КБО бар, басқа да олимпиадалар бар, соларды жаздым. Одан бөлек футболдан қатысқам, областнойға, респаға, соларды жаздым. Сосын жаңағыдай студент, мектептегі, лицейдегі какой-то активитилар ғой, үлкен кіші, разный жаңағы департамент бар, анау солардың барлығын жаздым. Где-то 7-8-10 шақты нәрселер жаздым. Бірақ білмеймін, енді ол қатты маңызды болмады ау деймін, менің ойымша. Себебі менен сұрады, короче, грамоталарды, дипломдарды анау сұрады, бірақ мен оларды, короче, қазақ тілінде жібердім ғой негізі. Енді грамоталарды, нелерді біз қазақ орыс тілінде аламыз ғой. Олардан ешқандай бір не сұрамады менде, университет translation сұрамады енді. Ал егер сендер жаңағыдай Америкаға, басқа елдерге тапсырып жатсаңдар, олар officially translation сұрайды ғой, нотариуспен, анаумен аудару керек деген сияқты. Солай мен ешқандай аудармасыз жібердім. Тексеріп қараған шығар енді оларда да. Басқа да жігіттерден сұраған, бізден кейінгі потоктарда, оларда да ондай қатты қарамаған. Бірақ жібердік. Одан кейін жаңағыдай motivation letter, recommendation letter жібердік. Так, негізі recommendation letter өте жақсы болу керек. Примерно колледж консулардан, немесе директордан, немесе белгілі бір мұғалімдерінен алсаңдар болады. Бізде лицейде оңай ғой, актер. Өзің жаз дей салады, сонда қол қойып береді. Мен өзім жазғам, мен. Motivation letter'да қатты айырмашылық жоқ, Америкамен, басқасымен. Өзім бір белгілі бір историялар жаздым мен. Короче, осындай историялар болды өмірімде, осындай өте қатты әсер етті. Одан бөлек жаңағыдай Қазақстанға, өзім туған жеріме пайдам тигізгім келеді деген сияқты жазғам, motivation letter.
бірақ жақында ғана бір жігітпен сөйлестім, осы вебинардан алдын. Ол жігіт негізі сондай немен айналысады, жаңағыдай CTO-ға басқа. Сол жігіттен ақыл кеңес сұрадым, типа мотивашн леттер қалай жазу керек екенін, мынандай болып жаңағыдай опыт жинады да, көп оқушыларға жазуға көмектесті. Ол айтады, негізі мотивашн леттердағы ең маңызды моменттердің бірі ол типа Гонконгқа қалай көмектесе аламын деген сияқты сұрақтарға жауап беру. Гонконгқа қалай көмектесе аламын, Гонконг маған қалай көмектеседі, неге вот Гонконг идеальный среда мен үшін, қандай возможностьтарды пайдаланғым келеді, университеттің де несін қарау керек, өзің тапсырып жатқан мейджордың стади планын қарау керек, қандай курстар аласың, қандай профессорлар, ол профессордың қандай жетістіктері бар, андап жазсаң болады да, осындай профессормен кездескім келеді, одан сабақ алғым келеді деген сияқты жазсаң да болады. Вот солар өте үлкен плюс деп айтады. Одан бөлек жаңа айттым, One Belt, One Road деген программа бар. Өзі Қытайдың енді политический несі ғой. Осы жібек жолы бойындағы мемлекеттермен андай тығыз қарым-қатынаста болғысы келеді. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан. Вот сол One Belt, One Road программасы туралы айтсаң да болады, осындай, короче, типа еліме пайдам тигіземін, Гонконгқа пайдам тигіземін деген сияқты мақсатта жазсаңдар өте жақсы болады. Вот key application dates, бізде application 25 февраль, сентябрьден басталады. Одан кейін early болады, regular болады. По возможности early applicationға тапсыру керек. Яқта енді программалар бар, осыларды қарап шықсаңыздар болады. Бұл программалар жыл сайын өзгеріп отырады, мейджорлар жыл сайын өзгеріп отырады. Вот мейджорларға өте қатты маңыз беріп қарау керек. Өз басым енді университетке түскеннен кейін көп жігіттерді көрдім, жаңағыдай мейджор ауыстырған, өзіне мейджор ұнамаған, соңында басқа университетке түскен, немесе сол CTU-дің өзінде ауыстырған. Негізі CTU-дің өзінде де ауыстыруға болады. Мысалға, допустим, сен компьютер сайенсқа түстің. Мысалға бір жігіт болды бізде, Атырау лицейінің түлегі, менің потогымда материал сайенсқа түсті. Материал сайенс, өзі химик болған лицейде. Потом бір жылдан кейін компьютер сайенсқа ауысты, короче. Олай болады негізі. Ол үшін жаздың кезінде жаңағыдай application ашылады, сол кезде тапсырасың и эссе жазасың, жаңағыдай motivation letter, неге мейджор ауыстырғың келеді, неге жаңа мейджорға барғың келеді деген сияқты. Бірақ олай мен өз басым совет бермеймін. Себебі өте қиын. Себебі сен мысалға университеттің өзінің жаңағыдай стади планы болады ғой. Мысалы компьютер сайенс оқушылары осындай курстар алу керек, осындай реквайрменттер бар. General education requirements, selective requirements, major courses requirements деген сияқты реквайрменттер болады. Яғни арнайы список болады курстардың. Сол курстардың арасынан сен таңдап өзің оқысаң, өзіңе керек емес көптеген курстарды алып қоясың, короче. Ол керек емес курстар ол саған жаңағыдай диплом алуыңа компьютер сайенстан көмектеспейді. Сен аяқтағы өзіңнің компьютер сайенс реквайрменттеріңді орындауың керек та. Сол үшін ол жігіт жаңағыдай екінші курста біраз қиналды, жаңағыдай бір семестрде 6 курстан алып, ол 6 курстың барлығы жаңағыдай C селектив болып, 6 курс C селектив деген өте ауыр негізі. Экзамендердің кезінде жаңағыдай қатарынан 4 күнде 4 экзамен, 4 файнал жазған кездерде болған. Енді солай. Бірақ енді егер мамандық ұнамаса, точно ауыстыру керек қой. Бірақ сендер үшін желательно, өз басым айтарым, мейджорды дұрыс таңдау, заранее барлығын біліп келу. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жаңағыдай мысалға экзамендер жасасаңдар болады. Галап экзамен, басқа да жаңағыдай экзамендер көп қой қазір. Мамандық таңдауға көмектесетін, мен өз басым тапсырмағанмын, бірақ сендерге кеңес айтып беремін. Ол экзамендер жаңағыдай сендерге көмектеседі. Мінездерің қандай, характерлерің қандай, сендерде қандай мамандықтар сендерге дұрыс келеді деген сияқты. Одан бөлек сол мысалға белгілі бір университетте белгілі бір мамандыққа түскің келсе, сол жақтың стади планын ашып қарау керек. Просто мысалға компьютер сайенс туралы білгілерің келсе, там компьютер сайенс CTU-ның планын қарап көрсеңдер болады. Осылай просто жазып, біз компьютер сайенс бар. Экран көрініп тұр ғой, Вот, мына қарасаңдар, компьютер сайенс вот қандай курстар аласыңдар, мысалы қандай реквайрменттер бар, университет реквайрменттер, осы курстарды мен алуым керек. Мысалға, сосын мысалы мына курстардың арасынан біреуін таңдауым керек, алардың арасынан белгілерін таңдауым керек деген сияқты. Не оқитыным, жалпы. Мысалы бізде бір ерекшелік компьютер сайенста белгілі бір стримдар бар, короче. Мысалға андай ғой, әр университеттің стади пландары әртүрлі. Мысалға HQ-да сен инженерлікқа түссең, бірінші курста тек қана инженеринг оқисың. Одан кейін инженеринг бітіргеннен кейін мейджор таңдайсың. Может, компьютер сайенс, может, дата сайенс, басқа да мамандықтар болады да. Ал бізде сразу компьютер сайенс таңдайсың, и оның ішінде белгілі бір стримдар болады, короче. Стрим деген сол, мысалы, artificial science или data science, cyber security, короче.
соларға байланысты курстар аласың, и сенің стримің, короче, дипломда солай көрсетіліп тұрады да. Осылай қарап шықсаңдар болады. Осы курстардың мысалы жекесінде қарасаңдар болса, каждыйын қарасаңдар, әрқайсысының силабус, мына несін бассаңдар, вот силабус қарасаңдар болады, типа не үйренесіңдер бұл курста, мысалы бұны жаңағыдай өздерінің мотивейшнл леттер жазған кезде пайдалансаңдар да болады. Осындай курс алғым келеді, осындай нәрсені үйренгім келеді деген сияқты барлығын қарап шықсаңдар болады. Overall сол. Одан бөлек жаңағы сол университеттің студенттермен байланысқа түсуге тырысу керек қой. Ол жағын мен сәл кейіндеп айтамын. Сол жалпы admission requirements осылар. Барлығын толық айттым деп ойлаймын. Енді academic and campus life, жалпы өмір қалай деген сияқты ғой. Короче, университетте примерно 100 плюс student clubs бар екен. Мен өз басым тек дзюдоға барғам. Футболға бару ойда болды, енді футболға бірақ уақыт болмады. Сол жағынан бара алмадым. Яғни кез келген қызығушылықтарың болса, сол бағытта өздеріңе комьюнити табу возможностьтар көп. Жалпы университетте өмір басқа, лицейдегі өмірге қарағанда өте қызық. Көп возможностьтар, көп нәрселер көресіңдер, көп адамдармен кездесесіңдер деген секілді. Главное, активный болу, өздерінің клубтарында ашсаңдар болса, зайти ашсаңдар болады. Одан бөлек бізде CTU-да 2 түрлі общага бар. Біз бірінші жылы келген кезде тек бір общага болған, университеттің жанында. Одан кейін сәл алыстау районда тағы бір екінші новыйдан общага ашылды. Вот общагада тұрсаңдар болады. Вот residence fee примерно 19.800 гонконгский доллар. Бұл 2 семестрге, бір жылға. Салыстырмалы тұрғыда бұл сыртта тұрған, яғни квартирада тұрған қарағанда 2 есе арзан. Сыртта тұрсаңдар примерно жылына 36.000 гонконгский доллар құртасыңдар. И мен есептеп қарадым, примерно айына одан бөлек транспортқа 600 гонконгский доллар, тамаққа 1500 гонконгский доллар кетеді ғой, примерно. Менің есептеуім бойынша, ол әркімге әртүрлі ғой. Бір адамдар жаңағы эконом класста өмір сүреді, біреулер көп ақша құртады деген сияқты. Бізге осы. Мен осылай есептеп қарап көрдім. Осындай ақша құртамын, примерно сұрақтарым болса. Общагада тұрсаңдар, жаңағыдай общагада 2 адамдық, 3 адамдық, 4 адамдық комнаталар болады. Және де бір общаганың ерекше бір плюсы, мысалы сен 2 жыл тұрсаң, бұрын бізде андай тұғын, мен алғаш келген кезде тек бір общага болды, бір жатақхана. Сен 2 жыл жатақханада тұрасың, одан кейін 3-4 курста өзің үй табуың керек болатын. Қазір енді 2 общагада ашылды, сол полностью 4 жыл общагада тұрсаң болады. Және де енді 2-ші курстан кейін активный болсаңдар, жаңағы общагада бір активитилар ұйымдастырып, жаңағыдай бізде лицейде тәрбиешілер болады ғой, сол жақта обешка болсаңдар, короче, сондай қолымнан келеді десеңдер, общагада бесплатно тұрсаңдар болады. TA боласыңдар, яғни ассистент, сол жақта не істейсіңдер ғой. Анда-санда активити ұйымдастырып қойсыңдар, зато общагада бір адамдық комнатада жалғыз өздерің тұрсаңдар болады. Солай көптеген қазақ жігіттер тұрып жатыр, эконом жасау үшін. Одан бөлек тағы бір плюс Muslim Prayer Space дейді, яғни overall мен өз басымда сондай болды, жаңағы Китайға баратырмын, анау деген сияқты ойлар болды да. Бірақ Гонконгта менталитет басқа, Китайда басқа. Мен 2 жақта да болдым да, мүлде басқа. И Гонконгта более толерантность, короче, сенің дініңе, көзқарасыңа, ұлтыңа ешкім тиіспейді. Кез келген жерде, кез келген нәрсемен айналысыңдар болады. Главное, жаңағыдай өзіңнің идеологияңды біреуге пихать етпеу керек, жаңағыдай өзің не істемеу керек, өзгеге зиян тигізбеу керек деген сияқты ғой. Бұлай өздерің еркін өмір сүрсеңдер болады. Халал dining options, яғни университеттің сыртында, ішінде, барлық жерде халал опшндар бар, тамақты еркін жесеңдер болады деген сияқты ғой. Сол жағы жақсы. Енді мына жерде басқа да айтылмаған моменттер болуы мүмкін. Егер де қызық болса, там академик кампус лайф осындай мына нәрсе деген бола ма, мынау бола ма десеңдер, Q&A сешнда сұрасаңдар болады. Вот, scholarship'тар, как general scholarship дейді, яғни университетте жаңа айттым ғой, әр семестрдің басында, соңында белгілі бір scholarship программдар болады. Мысалы 10.000 гонконгский доллар дейді, осындай requirements бар дейді. Ол және, допустим, сен түсіп алдың, ары қарай до конца алып кетесің деген емес, сол семестрге 10.000 доллар аласың. Talents программ дейді, короче, соған 10.000 доллар аласың деген сияқты ғой. Бірақ ондай возможностьтар өте көп. Яғни сен егер GPA-ң жақсы болса, активный болсаң, какой-то society-да там белгілі бір позицияны алатын болсаң, ондай scholarship-тарды жиі алып тұрсаң болады. Екінші бір өте үлкен плюс international internships, яғни Гонконгта стажировка жасауға
өте жақсы возможностьтар ашылады, короче, келсеңдер. Бұндай возможность негізі көптеген мемлекеттерде жоқ. Еуропада, Турцияда, басқа мемлекеттерде, даже Америкада, мысалы, Америкадағы студенттермен байланысқа түссеңдер, білмеймін, көпшілігінде өз басым көрген, көпшілігі андай стажировка жасамайды, ол жақта өте қиын. Қазақстанның өзінде де өте жасамайды, себебі конкуренция бар. Бізде возможность аз ғой, сол үшін конкуренция да жоғары да. Белгілі бір стартаптар, компаниялар кім көрінгенді, кез келген адамды ала бергісі келмейді. Ол үшін сен профайлың мықты болу керек, CV-шкаң мықты болу керек деген сияқты. Сол үшін оның өзіне біраз уақыт кетеді да дамытуға. Ал Гонконгта сен CV-шкаң әлсіз болса да, сол стартаптар арқылы жұмыс жасап, ары қарай CV-шкаңды дамытсаң болады. Біздің университеттен именно екі түрлі программа бар, мен білетін. Басқа да программалар бар негізі. Біреуі степ, біреуі уап деп аталады. Яғни жаздың кезінде 2 ай 3 ай көлемінде Англияға, Германияға, Америкаға, басқа көптеген мемлекеттерге интерншип жасауға, сол жақтағы стартаптарға жібереді. Ол кезде жаңа үлкен спонсорство жасайды, көптеген ақша бөледі, сенің тамағыңа, жұмыс орныңа, өмір сүруіңе біраз ақша бөлінеді. Ол өте жақсы возможность. Одан бөлек STEM деген интерншиптер бар. Вот STEM деген енді жаңағыдай beginner level ғой. Пока енді сен мысалы бірінші курсқа келесің, мысалы мен компьютер сайенсқа келдім. Менде CV-шка пустой болды, короче, потому что мен енді лицейде жүрген кезде информатика олимпиадик болған жоқпын, физика олимпиадик болдым, андай енді кодить етіп үйреніп жатқан адамсың ғой. Сосын стажировка табу керек болды. Сонымен жаңағыдай белгілі бір проектлер істеуге тырыстым, белгілі бір хакатондарға қатысуға тырыстым, солай CV-шканы примерно жасадым да, короче, волонтерство жасадым бір-екі жерде, соларды жасадым CV-шкамды. Сосын естедім ғой, STEM интерншиптарға тапсырдым. STEM бізде семестр A-да, семестр B-да и жаздың кезінде болады. Яғни бір список шығады, короче, примерно 100-200-дің арасында стартап компаниялардың. Сен олардың барлығына тапсырып шығасың, арасында сені жаңа интервьюге шақырады. Енді сұрақ, не үшін олар бізді шақырады да? Мысалы менде CV-шка пустой, бірақ мен не үшін жұмысқа шақырады? Себебі бұл программалар government based, короче, барлығында ақшаны government бөледі да. Допустим, сен мысалы стартап жасап жатсың, сен стажерларды алғың келеді да. Типа олар саған тегін жұмыс күші, оларды аласың, зато сен оларға ақша төлемейсің да, оларға мемлекет төлеп береді. То есть стартаптарға плюс и оқушыларға да плюс та, студенттерге плюс. Солай енді жайлап өздерінің нелерінде CV-шкаларында дамытсаңдар болады. Допустим, жаңағыдай 4 жылдың көлемінде бір 3-4 интерншип жасасаң, даже ар жағында graduation job табу оңай болады ғой. Тем более бізде компьютер сайенста 1 жыл плейсмент жасау requirement. 1 жыл плейсмент деген сен 2 семестр жұмыс жасауың керек. Ол примерно жаңағыдай әр семестрде аптасына 4 күн ғой. Тек университеттен 1-2 курс аласың, қалған уақытта жұмыс жасайсың. Сондай плюстары бар компьютер сайенсқа түссеңдер, басқасына түссеңдер. Одан бөлек стартап плейсмент саппорт, яғни андай стартап инкубатор программалар осы Гонконгта өте көп болып жатады. Әрқайсысына жеке тапсырып көрсеңдер болады, идеяларың болса. Бірінші жаңағыдай 1 айлық инкубатордан өтесіңдер, одан кейін жаңағы питчинг болады, презентейшн болады, хакатондар өте көп. Ол жақта да жаңағыдай приздар, ақшалай фандингтар өте жоғары. 100 мыңнан примерно 1 миллион гонконгский долларға дейін. Вот жақында ғана мен бір румейтім қатысып, бір стартап программадан 100 мың гонконгский доллар ұтып алды. Ол өте үлкен сумма. 5 миллионнан көп қой, 6 миллион, да? Вот сол суммаға енді ол ары қарай жаңағыдай стартапын дамытуға тырысады деген сияқты ғой. Солай жігіттер. Енді так tips for prospective students дейді. Так практикал советтер, жалпы не айтсам болады. Ең біріншіден дайындықты ерте бастау, IELTS-ға, и документ жинауға, и ОБТ-ға дайындықты ерте бастау. Өздеріңге 11 сыныптар қатты түсініп отқан шығар. Дайындықтан меніңше ерте бастасаңдар, 9-дан бастасаңдар, 10-дан бастасаңдар, сендерде возможность көп болады. Не только Гонконг, басқа да мемлекеттерге. Сол үшін ертерек бастауға міндетті түрде тырысыңдар. Енді қазір вебинарда там 9 класс, 8 класстар болып жатса, қазірден бастап уже пландап, қайда барам, қайда түсем. Себебі мынандай по-любому бір күні лицей бітеді ғой, короче, 5 жыл аяқталады. Оны көп адам енді түсінбейді, короче. Сол 11 сыныпқа барған кезде барып, көп адам басына жетеді, бірақ ол кезде жаңағыдай поздно болып қалады, кеш болып қалады. Ол кезде сен андай өзің таңдамайсың, сен таңдайды ғой, короче. Екіншісі build a strong profile дейді, яғни барынша активный болу, не только олимпиада. Көп адамдар ойлайды, тек қана олимпиада решать етеді деп. Жоқ, олимпиада ғана емес. И жарыстарға қатысыңдар, и клубтарға қатысыңдар, и проекттер жасаңдар, короче. Қандай возможность бар, барлығын жасаңдар, короче. И университетке тапсырған кезде де жаңа extracurricular activity сұраса, в общем, барлығын жөсіңдер, короче. Ешқайсынан ұялмай.
барлығын жіберу керек қой. Не бар, дипломдардан барлығын жіберу керек. Бізде бір рет андай қызықты оқиға болған. Екінші курста басында сол Гонконгта отырғанмын жігіттермен. Сонымен енді абилер ғой, қазақ жігіттер. Әркім андай бір қызықты история айтып жатыр да. Бір абишка айтып қалды, короче, енді қай университет қандай не деген айтпай ақ қояйын. Бір абишка айтып қалды, короче, типа ол кісі лицейде жүрген кезде, өзінің лицейінде бір соревнование болған ғой, общагада, жатақханада. Енді бола береді ғой, бізде де болады ғой жалпы андай қызықты активитилар анау мынау. Ол кісі содан в общем қанша бір оңай ойыннан, бір қандай ойын екенін ұмытып қалдым, бір ойыннан, короче, просто ойын ойнау, короче, как PlayStation анау мынау сияқты ғой. Сондай ойыннан, короче, бірінші орын алған ғой. Сөйтіп оған диплом берген енді по приколу. Ол оны жаңағы экстракуррикулар активитисқа тығып жіберген ғой, короче. Былай қарап тұрсаң прикольно, но солай да жасауға болады да. Типа айтып тұрғаным жаңағы Гонконгта университеттер қатты қарамауы мүмкін енді. Басқа да елдердегі кейбір университеттер қатты қарамауы мүмкін. Так что андай қатты не істеудің керегі жоқ та, уайымдаудың, менде экстракуррикулар жоқ қой, анау мынау деген сияқты. Бірақ по возможности жасау керек, активный болу керек, барлық жерге там қатысу керек, анау мынау. Бірақ оны жіберген кезде де жаңағыдай барлығын жіберген дұрыс қой. Осы одан бөлек сик гайденс дейді, яғни әрдайым көмек іздеу, колледж канцлердан, білмеймін қазір лицейде кім екендігін. Бірақ біздің кезде Айдос ағай бізге өте қатты көмектесті. Айдос ағайдың өзінің классынан да біраз жігіттер шетелге кетті ғой. Өте опытный, білімі жоғары, мықты мұғалім болды ол кісі. Колледж канцлер ретінде бізде оған дейін тоже лицейде колледж канцлерлары болған, канцлерларға. Бірақ олар бізге андай қатты шықпайтын еді, біз оларға баруымыз керек сияқты, біз оларға ондай бармайтын едік қатты. Егер сендерде сондай болса, жоқ, кәдімгі бару керек, колледж канцлерларға бару керек, бір семинарлар болса қатысу керек. Қазір телеграм группалары бар екен ғой, любой возможность лақтырады. Барлық жерге қатысу керек, барлық вебинарларға қатысу керек, ноутс жазу керек, анау мынау. Екінші нәрсе жаңағы CTU admissions дейді. В общем, кез келген университеттің имейлдарына сұрақтарын жазып жіберу керек қой. Олар примерно 2-3 күннің көлемінде жауап береді. Кез келген топикта осындай, анау мынау деген сияқты. Одан бөлек current students дейді. Студенттермен де байланысқа шығуға тырысу керек, себебі жаңағыдай университет жайлы былай честный отзыв беретін ол сол жердің оқушылары ғой. Бізде мысалға Казсок Society дейтін қазақ Society бар, инстаграмы, өздерің қарап көрсеңдер болады кейін. Вот Society бар, и олардың несі бар, активитилар ұйымдастырып тұрады. Мысалы осы жерде жаңағыдай подписчиктеріне анау мынау нелерге кірсеңдер, қазақ студенттер ғой, біздің CTU-да оқып жатқан. Менің ойымша былай қарап іздеп көріп, өздерінің ұнаған мыжыда біреу оқып жатқан болса, соларға жазсаңдар, арасында мысалы көмектесетіндер болады, басқа да жігіттер. Overall осындай активитилар болып тұрады. Жалпы Гонконгта student life қызық, нормально, короче. Вот Global Festival Night деген бар. Барлық ұлттар жиналып өздерінің нелерін, традицияларын, елдерін презентовать етеді. Осылай. Төртіншісі дисциплина, яғни өздеріне уже лицейден бастап дайындау керек қой, қалай оқу керек, анау мынау деген сияқты. Себебі мен бір байқағаным, университетке түскеннен кейін көптеген оқушылар жаңағыдай босаңсып қалады, біздің лицейдің жігіттері особенно. Неге? Себебі ана лицейде енді біз мұғалімдер, тәрбиешілер күштейді ғой, біраз андай мотивация береді, көмектеседі, анау мынау, солай үйреніп қаласың. Ал университетте андай барлық проблеманы өзің шешуің керек болып қалады ғой. Грубо говоря, андай қатысы болады. Лицейде андай спарринг сияқты ғой. Ал былай өмірде, университетте прямой UFC-ға шығасың, ол жақта ешкім сені аямайды, короче. GPA-дан көп жігіттер қадалып қалады, көп жігіт там университет ауыстырып жатады, не только Гонконгта, шетелде, Қазақстанда да солай. Сол үшін қазірден бастап өздерінің целдерін қою керек қой. Не үшін мен оқып жатырмын, кім үшін оқып жатырмын, өзім үшін ба, қандай мейджор таңдап жатырмын, не үшін таңдап жатырмын деген сұрақтарды нақты жауап болу керек та. Сол кезде жоғалмайсыңдар, короче. Өз-өзіңді андай қиын моменттерде жоғалтып алмайсыңдар, мотивацияларың кетіп қалмайды. Ол өте маңызды скилл екен. Номер 1 скилл примерно. Сол үшін жігіттер солай. Егер сұрақтарың болса, мына жерде менің номерім бар. WhatsApp, Telegram, кез келген уақытта жазсаңдар, жауап береміз. Одан бөлек CTU admissions офис бар. Олардың контактылары неде бар ғой? Интернетте. Контактыларына, имейлдарына жазсаңдар, жауап береді бір 2-3 күннің көлемінде ше. Солай жігіттер. Давайте Q&A session бастайық, сұрақтарыңыз болса.
сұрақтарды чатқа жазсаңыздар. Так. Так, бірінші сұрақ дейді, энті обязательно болу керек па или сатпен жабуға бола ма дейді. Короче, Гонконгтағы почти барлық университеттерде ұбт обязательный. Қателеспесем, медучкеде емес, қалған университеттердің барлығында ұбт керек. Ал SIT optional, короче. SIT ол тапсырмасаңдар болады. Бірақ та егер IELTS SIT-дан 1520-дан көп алсаңдар, сендерге топ scholarship беру возможность жоғарылайды, короче. Типа, мен солай экзамплдар көрдім, кәдімгі жігіттерден. Бір жігіттер келеді, мысалы біреу full tuition ұтып алады, біреу немен алады, топ scholarshipпен келеді. Көпшілігінде топ scholarship ұтып алатындарда SIT бар, короче, 1500 плюс. Бірақ overall SIT ол не обязательный, короче, ол просто optional вариант. Ал ұбт обязательно керек. Көп университеттерде 126-дан көп керек қой. Поли университетіне 134 сұрап жатыр дедіңдер, иә? 134 сұрап жатыр. Сол үшін, менің ойымша ұбт қатты қиын емес, особенно олимпиадчиктерға, басқаларға. Так что ойнағандар. Так, Турцияда мен қазір Стамбулдамын. Сабанжы деген университетте. Гонконгтағы университеттердегі ең маңызды нәрсе ол экзамендер ғой. IELTS и ұбт. Вот осылардан максимум тақап тастау керек қой, короче. Ең главный решающий момент осы. ұбт бірінші очередь, и одан кейін IELTS. Экстракуррикулар, эссе дегендер, олар енді priority бойынша сәл төмендеу, бірақ олардың да маңызы жоғары. ұбт-ны эпишкалармен жауға бола ма дейді. Бұл сұрақты мен нақты білмеймін, бірақ скорее всего болмайды. Ол жағын, бірақ admissions офисқа жазып көрсеңдер болады, прямой. Осындай бола ма деген секілді. Олай жауап бере алмаймын. Так, қалай ойлайсыз дейді. Енді подготовканы подачамен бірге бастап кеткен дұрыс па? Сентябрьде подача бастап, плюс енді. Енді оны өзің қарап көресің ғой. Егер олимпиадник болсаң, мысалға физика олимпиадниксің, допустим, и сенің таңдау пәндерің математика, физика болса, онда саған қатты қиын болмайды, короче. Ол кезде уже сентябрьден бастасаңдар болады. Менде де солай болды, примерно уже сентябрьде қалай болды, короче. Мен жазда вообще дайындалмадым ұбт-ға ше. Тек математикадан бір-екі ана тригонометриялық курстар анау қарап шықтым. Вообще дайындалмадым. Сосын сентябрьдің басында пробныйда бір 100 жинадым ғой, 100 алдым, короче. Одан ары қарай да мен дұрыстап дайындалмадым ше. Тек бар мақсатым анау Назарбаевскийге түсу болды да. Бірақ өзіме андай планка қойып қоясың ғой, короче. Обязательно, короче, апта ішінде жаңағы пробныйлар болады. Точно жазам. Жаңағы қатемен жұмыс жасаймын. Одан бөлек жаңағы маңызды сабақтар бар ғой, математика, физика, химия, оларға обязательно барамын деген сияқты өзіме белгілі бір ережелер қойдым. Бірақ андай артық селф стади ештеңе жасамадым, короче, бос уақытымда бір курстар сатып алып, вообще дым істемедім. Бірақ жаймен андай пробныйлардан көтеріле берді да, ұбт. Онда 131 алдым бірінші ұбт-дан. Солай, жігіттер. Так что өзіңнің жеке қарап көресің ғой, индивидуальный кейсті, қалай саған пробный жазып көр, анау жазып көр, қалай болады. ұбт-ны тастап қоймау керек, короче. Дайындалып жүру керек, обязательно. Барып деген сияқты ше. Сосын көшірмеу керек болады. Өте маңызды момент негізі. Университетте көп жігіттер болады, андай не болады. Пробный болып жатады ғой, апта сайын, апта ішінде бір рет, екі рет. Бізде болатын көп жігіттер андай көшіреді. Ол көшіру өте жаман нәрсе, себебі андай өзіңнің әлсіз weak points дейді ғой, әлсіз тұстарында білмейсің де. Өтірік көшіріп 130 аласың, сонымен мәз болып жүре бересің. Одан гөрі жаңағыдай 90 алып, короче, зато өзіңнің андай не жерден қателескеніңді біліп жүрген дұрыс та. Солай қатемен жұмыс жасайсың. Мен өз-өзіме солай уәде бергенмін 11 класста. Вообще көшірмеймін дедім де. И шын ұбт-да, и пробныйда анау дедім. Солай максимум көшірмеуге тырысқанмын. Зато оның плюсы жоғары болды, короче. Өзің конкретно не білмейсің, не білесің, андай нақты карта болады да миыңда. Неден слабыйсың, короче, қалай дайындалу керек деген сияқты. А ұбт вообще өзі қиын емес негізі.
мысалға мен бір рет қандай болды. В общем, январдың кезінде ұбт-ға дайындалып жатырмын. Жоқ, январдың алдында мен вообще ұбт-ны дайындық тастап кеттім. Где-то бір ай, 1,5 ай, 2 ай. Вообще ұбт-ны тастап кеттім. Сосын бір январский ұбт болады деді. Содан 1-2 күн қалған кезде промный жазамын ғой. Промныйдан қанша алдым? Ұмытып қалдым. Өте аз алдым, короче. Лицейде жазған кезде. Сонымен настроение түсіп кетті. Но зато мен білдім да, короче, не білмейтінімді, не білетінімді барлығын білдім, короче. Сонымен просто осындай топиктарды çalışамын, осы келеді деген сияқты дайындалдым. Январский ұбт-ға бардым. Где-то 20 балл қосып алдым, короче, 20 балл көбірек алдым. Так что ұбт деген проблема емес қатты. Главное жаңағыдай өзіңнің неден слабый екеніңді, неден мықты екеніңді біліп жүру керек. Так, CTU-дің артықшылығы неде? Именно CS major дейді. Overall негізі CTU-ға тапсырған кезде 3 major белгілейсіңдер. Үшеуінен де acceptance келсе, үшеуінің арасынан біреуін таңдайсыңдар. Менде ұмытып қалдым, менде кажется CS majorдан келді, сосын тағы бір majorдан келген. Computational math'тан ба? Бірақ priority деген нәрсе бар. Сонымен мен CS major таңдадым. Бізде оқушылар көп қарамайды. Мен өзім де сондай болғам. 11 сыныпта вообще қарамадым ше. Вот мен программист боламын дедім, болды обязательно CS major деген сияқты. На самом деле олай емес қой. Сен программист болып, даже универ оқымасаң да программист болуға болады ше. И бір жағынан сол чуть-чуть страдать етіп жатырмын да. И тем более қазір вот AI күннен күнге дамып жатыр. Вообще білмеймін. Өткенде бір Абешканың несін қарадым, онлайн видеосын. Ол кісі айтады, болашақтың типа программалау тілі, ол Python емес, Java емес, ол ағылшын дейді да, короче. Себебі уже болашақта типа ChatGPT-мен адамдар уже сайт жасап, приложение жасап, анау жұмыс жасай беретін болады деген сияқты айтқан соң, біраз настроение түсіп кетті. Блин, что за не үшін оқып жатырмын деген сияқты ше. Бірақ енді бұйыртса ондай болмайды, полностью жаңағыдай адамды ауыстырып, анау. Бірақ CS major оқу өте қиын салыстырмалы тұрғыда ше. Сен өмір бақи оқуың керек. Трендтар каждый день, если CS анау AI туралы мысалға бір белгілі бір жаңалықтар қарап жүрсеңдер, YouTube-тан, Telegram-нан әр ай сайын бірдеңе шығады ғой, короче. Әр ай сайын бір жаңадан бір жаңалық шығады. Оған дейінгі жаңалықтардың бәрін, трендтардың барлығын быт-шытын шығарады ғой. Допустим, белгілі бір компания топ-1 болды, осы айда бірдеңе шықты, короче, ананы полностью жойып жіберді дегендей да. Әр ай сайын бірдеңе өзгеріп отырады. Сен өмір бақи оқуың керек. Ол бірінші минус. Екіншіден жаңа конкуренция өте жоғары. Примерно өте әрдайым дамып отыру керек, оқып отыру керек деген сияқты. Ол үшін өзіңнің жеке кейсіңе қарап көру керек. Саған шынымен ұнай ма? Сен оған дайынсың ба қиындықтарына? Ертең любой мейджордың өзінің қиындықтары болады, короче. Там оқуда жүрген кезде там депрессияға кіріп кетесің экзамендердің кезінде. Зато сен өзіңе айта алуың керек та, мен осы қиындықтарды да по идее өзім таңдадым ғой деген сияқты ше. Өзім таңдадым, короче, значит төзу керек деген сияқты. Сөйтіп қарау керек. Ал енді именно университеттен қарап көретін болсақ, CTU-да CS major оқу негізі өте жақсы. Себебі во-первых, double degree программасы бар, міндетті түрде, Колумбия университетімен. Оған тырысып көрсеңдер болады. Одан кейін placement программ деген бар. Яғни сен graduation жасау үшін, диплом алу үшін 1 жыл placement жасауың керек. 9 ай. 9 ай placement жасауың керек. 9 ай деген ол жаңағыдай жұмыс жасайсың ғой. Аптасына ол саған қанша 18 кредит па жауап береді. Яғни 2 семестрда жұмыс жасайсың, демалыста да жұмыс жасайсың. Ол жұмыс жасаудың қандай плюсы бар? Во-первых, ақша табасың. Жостық ақша табасың. Бізде жігіттер жаңағы placement жасайды да. Білмеймін, Малайзияға, Японияға кетіп қалады әйтеуір. Әр демалыста. Солай ақша табасың. Екіншіден, так сен бітірген кезде уже CV-шкаңда бір плюс болады да. Короче, 9 ай жұмыс жасағансың, бір белгілі бір компанияда, стартапта. Енді сен басқа университеттерден конкуренттерің болса, олардан бір артықшылығың болады деген сияқты. А басқа университеттерде, мысалға HQUC-да, басқа университеттерде placement деген required емес. Яғни сен өзің активный болуың керек, өзің жұмыс істеп табу керек. Бірақ overall Гонконгта internship табуға, стажировка табуға, CV-шка дамытуға өте көп возможностьтар бар. Прям easy, короче, с нуля бастауға болады ше. Так что уайымдамаңдар. Так, еш семестрда неше емтихан болады дейді. Ол енді сенің қанша курс аласыңа байланысты. Мысалға мен 5 курс алсам, 5 курстың мысалға general education курстар болуы мүмкін. Типа, допустим, English for engineering, English for business деген сияқты курстардан.
оларда экзамен болмайды, оларда типа чисто ассайнменттармен, эссешка, там питчинг, презентейшнмен жабылады. Қалған мысалы CS курстары, математика курстары, физика курстары болса, сондай техникалық курстар болса, обязательно экзамен болады, финал экзамен болады и мидтерм экзамендер болады, короче, каждыйынан белгілі бір периодтар болады. Мысалы семестрдің ортасында мидтерм экзамендер болады, где-то бір екі апта, соңында 10 аптадан кейін оқу бітеді, бір апта саған пробежн период береді. Пробежн период деген, короче, сен уже барлық лекциялар бітті уже, сен барлығын үйрендің, осы семестрді бітірдің, енді бір апта саған дайындалуға уақыт береді. Одан кейін примерно где-то бір апта 10 күндей, короче, финал экзамендердің аптасы ғой. Вот сол кезде біраз қиналасың, экзамендер тапсырасың, сосын демалысқа ғой. CS менеджер оқу қиын ма дейді. Енді әркімге әрқалай, өзіңнің жаңағыдай индивидуал кейс қарап көру керек. Саған ұнай ма, ұнамай ма, опыт бар ма, жоқ па. Так, енді қандай комбинация болатыны бәрібір ма дейді. Мысалы менеджер финанс болса, геомат обязательно тапсыру керек па деген сияқты. Так, бұл сұрақты мен точно білмеймін ше, шынын айтсам. Тем более менеджер финанс болса, финанс жігіттерден сұрап көру керек. Мен сұрап берейін сендерге. Мен өз басым компьютер сайенс физматпен тапсырдым ғой. Бізде именно менің жылымда алғаш рет инфо пайда болды. Мен бірақ инфо уже кеш болды да, дайындалуға ше. Бірінші жыл болғандықтан еще жаңағыдай қиын болады деген сияқты ойладым да. Физматпен тәуекел деп тапсырдым, қабылдадым. Так что қатты не қылудың керек жоқ. Примерно мамандықпен связано болса, ұқсас болса, қабылдай береді ғой. Болды, саға рахмет онда бүгінгі митингқа, вебинарға. Онда осымен митингімізді бітіре берсек, сұрақтарға мысалы. Өзіміз бір 5 минутқа қалсақ. Все, қатысқан оқушыларға рахмет. Applicationға сәттілік бәріне. Жақсы. Саға контактіңізбен бөлісе аласыз ба? Telegram, как вам удобно? Түсімен қайтаныш. Контакт. Telegram мен бөлісе аласыз ба? Менде ма? Иә. Так. Чатқа жазайын ба? Так. Короче, телефон номерім осындай. Так. Telegram осындай. Осыған жазсаңдар болады кез келген уақытта. Сосын осы презентацияны жария саласыз ғой, чтобы каналға да салуға. Окей, жақсы жіберем. Бұйырса. Жақсы, онда жігіттер, барлығына салам алейкум, сәттілік. Гонконгта күтеміз, бұйыртса келіңдер, қыдыртамыз ғой, бұйыртса бірінші күндері. Кезінде Шадиярда қыдыртқанбыз, сұрасаңдар.